Бәріңізге сәлем, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің арнамызда тақырып хиджаб мәселесі болмақ. Дәлірек айтқанда, мектеп пен хиджабтың мәселесі. Жалпы мектептегі хиджаб мәселесі қоғамда көптен бері дау туғызып келе жатқан мәселе. Осы мәселені талқылау кезінде қоғам екіге бөлінді. Оның бір жартысы біз зайырлы елміз, бізде оқу орындарына арналған жалпыға бірдей ереже бар, сол сақталу керек десе, ал екінші жартысы мұсылманда қыз балаға хиджаб тағу міндетті парыз, сондықтан да ол сақталуы керек деп дәйек айтады. Осы мәселе жөнінде біздер екі бірдей мәлімдеме алдық. Оның бірін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жасаған болса, ал екіншісін жақында ғана Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі болып тағайындалған Аида Ғалымқызы Балаева жасаған. Мүфтият шариғат бойынша балиғат жасына толған мұсылман қызға орамал тағу парыз екенін жоққа шығарған емес. Сондай-ақ орамал тағу ұлттық дәстүріміз. Мұны мұсылман қауымы терең түсінуі тиіс. Алайда, шариғатымыз балиғат жасына толмаған қызға орамал тағуды міндеттемейді. Мұны да мұсылман жамағаты дұрыс түсінуі керек. Жыл сайын жаңа оқу жылы қарсаңында оқушы қыздардың мектепке орамал тағып баруына қатысты қоғамда түрлі пікірлер айтылады. Бұл мәселе мүфтият қызметкерлерінде бейжай қалдырмайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өз құзыреті аясында бұл мәселеге қатысты уәкілетті мемлекеттік мекемелерге тиісті ұсыныстар берді. Мұсылман жамағатының өтініші ескеріліп, оң шешім қабылданады деп үміттенеміз деп мәлімдеген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Ал енді біз Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның мәлімдемесін ұсынамыз. Қазір әлеуметтік желіде мектептерде хиджаб кию мәселесіне қатысты талқы тоқтар емес. Осыған байланысты діни салаға жауапты лауазымды тұлға ретінде өз тарапымнан түсініктеме беруді жөн көріп отырмын. Ата заңымызға сәйкес Қазақстанда дін мемлекеттен бөлінген. Сөз жоқ, мемлекет дін бостандығына кепілдік береді. Бірақ біз зайырлы елміз. Сол үшін де мемлекеттік саясаттың барлық мәселесі діни пәтуалармен емес, азаматтық нормалармен реттеледі. Құқықтық нормативті актілер әрбір оқушыға мектеп қабырғасында арнайы бекітілген форма киюді міндеттейді. Өйткені білім беру ерекшелігі бірыңғайлықты талап етеді. Ал Конституциямыз бойынша мектептің міндеті ел азаматтарына сапалы білім беруге кепілдік беру және оны қамтамасыз ету. Сондықтан да мектепте бала ең алдымен сапалы білім алуы керек. Содан кейін ғана барып ержете келе діни наным сенімін, қандай киім үлгісін киетінін өзі шешеді деп ойлаймын, деді министр. Міне, құрметті көрермендерім, өздеріңіз көріп отырғандай, бұл дау-дамай әлі аяқталған жоқ. Құрметті көрермендерім, осы мәселе туралы сіздердің қандай ойларыңыз бар? Астындағы комменттерге пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Бірақ тек бір өтінерім, мәдениетті сақтап, бір-бірімізді балағаттамай немесе арымызға тиетін сөздерді жазбай отырсақ болғаны. Арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, ал біз сіздерге жаңалықтармен таныстырудан шаршамаймыз. Көріскенше қош сау болыңыздар, құрметті менің көрермендерім.